Қайырлы күн достар, мен Шолпан Оңдасына биологияны тағы да сіздерге жеңіл тілмен түсіндіретін болам. Екінші оқу тоқсанында биологияда зат алмасу бөлімі басталады. Зат алмасу бөлімі басқа бөлімдермен өте тең, кеңірек және бір-бірімен тығыз бөлімдер болып саналады. Егер осы бөлімді түсінбеген болсаңыздар, ұлттық бірыңғай тесттің тапсырмаларын білу мүмкін емес. Ал мен жаттап алып, тестіні белгілей саламын деп айтатын оқушылардың пікіріне мен келіспеймін. Олай болса, бүгінгі тақырыпты бірге түсінуге тырысайық. Енді мына суретте көрсетілген ең кішкене өлшемді амеба немесе тышқан және піл адамды өзара салыстырып қарайтын болсаңыздар, қай ағзада зат алмасу қарқынды жүреді? Енді достар, мен сіздерге екі сурет көрсеттім, тышқанды және пілді. Екеуінің қайсысында зат алмасу процесі тез жүреді. Енді оны біз практикалық жұмыс жасау арқылы көз жеткізетін боламыз. Дегенмен тақырыптың алдында біз маңызды кілтті сөздерді анықтап алайық. Ол үшін бізге беттік аудан, көлем, беттік ауданның көлемге қатынасы және диффузия деген терминдер қажет болады. Ал енді беттік аудан деп отырғанымыз не? Беттік аудан деп отырғанымыз жалпы ағзаның бетінің ауданы. Кез келген объектіні ала аламыз. Ал көлем деп отырғанымыз, мысалы, жалпы ағзаның ішкі жағындағы жалпы кеңістік көлемін айтамыз. Көлем ол сұйықтықпен өлшенуі мүмкін. Беттік ауданның көлемге қатынасы ол екеуінің арасындағы байланыс. Енді оқушылар беттік ауданды табу үшін төменгі сыныптағы математикалық білімімізді еске түсіреміз. Ол үшін мына формуланы білу қажетсіздер. S тең болады ені көбейтілген биіктік және неше жағы бар соған көбейтіледі. Яғни 6 жағы бар, мысалы текшенің 6-ға көбейтіледі. Енді сіздерге 2 микрометр ені бар бактерия болатын болса, текше тәрізді, оның ауданы нешеге тең екен? 2-ні 2-ке көбейтеміз және 6 жағына көбейтсек 24 микрометр квадрат болады. Яғни организмнің мінсіз текше деп қарастырып, ені 2 микрометрге болатын бактерияның беттік ауданын анықтадық. Ол 24 микрометр квадратқа тең. Енді достар, текшенің көлемін есептеуді үйренейік. Текшенің көлемі ені, биіктігі және тереңдігіне көбейткенге тең болады. Текшені бактериямыздың ені 2 микрометр деп есептейтін болсақ, көлем 2-ні 3 рет өзара көбейткенге тең. Яғни 8 микрометр кубқа тең болады. Ал көлем дегеніміз не еді? Беттік аудан ішіндегі заттардың мөлшері, жалпы мөлшері екендігін естеріңізден ұстаңыздар. Сонымен енді беттік ауданның көлемге қатынасын есептеп шығарайық. Бізге нақты сан мәні қажет болады. Біз осыған дейінгі 2 микрометр болған кезде оның ауданы нешеге тең және көлемі нешеге тең болатынын есептедік. Ал беттік ауданның көлемге қатынасын есептеу үшін 24 микрометр квадратты шыққан көлем 8 микрометр кубқа бөлеміз, сол кезде 3/1 саны шығады. Енді осы сан мәннің қандай мағынасы бар екенін тағы да түрлі салыстырмалы түрде басқа ағзаларды интерпретациялау арқылы есептеп, салыстырмалы түрде қорытынды жасайтын боламыз. Экранда көрсетілген мысалға назар аудара отырып, бактерия, тышқан және адамды алатын болсақ, олардың беттік ауданы ұлғайған сайын беттік ауданның көлемге қатынасының саны төмен болатынын көруге болады. Яғни бұдан қандай қорытынды жасауға болады?
беттік ауданның көлемге қатынасы төмен болған сайын организмнің жалпы көлемі үлкен болады. Соған байланысты онда диффузия өте баяу жүреді. Ал бір экранда көрсетілген текшедегі диффузия жылдамдығы. Текшенің беттік ауданы мен көлемі неге әсер етеді? Ол диффузия арақашықтығына және диффузия жылдамдығына әсер етеді. Енді осы жағдайды ескере отырып, практикалық жұмысқа назар салсаңыздар болады. Практикалық жұмыс нәтижесінен қандай қорытынды шығаруға болады? Бейнебаянның соңында пікір қалдыра отырыңыздар. Сонымен 3 стаканда қандай өзгерістер болды және қанша диффузияның жылдамдығында қандай өзгерістер болды, арақашықтығы қалай өзгерді, қанша уақыт кетті, оны өздеріңіз уақытты қою арқылы есептеп, соңында текшедегі диффузия жылдамдығын анықтап, қай бірінші стакандағы қандай ағза, екінші стакандағыны қандай ағза, үшінші стаканда қандай ағза болуы мүмкін деген интерпретация жасау арқылы өздеріңіздің ой пікірлеріңізді қорытындылап көріңіздер. Мен Шолпан Оңдасынова, сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.